Мен Нұрлыбаева Шырынкүл Төлек-қызы, номері 6 жалпы білім беру орта мектебінің 9 сыныптар оқушыларының ата-анасы боламын. Мен мектебіміздің тәрбие жөніндегі орынбасары Қаракул Сардарбекке пікір білдіргім келеді. Қаракул Сардарбек өз жұмысының нағыз маманы, барлық уақытта өзінің жұмыстарын алдыңғы қатарда алып жүреді. Біз қандай шара болмасын, оған қатысатын болсақ, ата-аналарды әрқашанда бірге жұмыс жасап, білім алушылардың алға жылжуына, олардың тәрбиесі мен оқуына қатты мән береді. Мұнайлы ауданы бойынша білім бөлімінің нөмір 6 жалпы білім беретін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Шарман Самат Жеукеевпен. Қаракулов Сардарбек директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Ол ұжымда белсенді, абырайлы және оқушылармен де ата-аналармен тіл табысып біледі. Жұмыста өзінің жақсы шараларға қатысып, қоғамдық жұмыстарда мектептің белсене қатысады. Өз ісінің майталманы. Алдағы қатысып жатқан сайыстарға сәттілік тілеймін. Таласбаева Ағлен, ардагер журналист, қазіргі таңда Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жанындағы ақпараттық ағарту штабының жетекшісімін. Мұнайлы ауданындағы 6 мектептің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Сардарбек мырза жөніндегі бір азғантай өзім пайымды айтқалы отырмын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент, соның ішінде ақпараттық ағарту штабы өзі аты айтып тұрғандай, жас ұрпақпенен, жастармен жұмыс жасайды. Мектептердегі адал ұрпақ, оқу орнындағы саналы ұрпақ клубтарымен жұмыс жасаймыз. Және сол мектептердегі тәрбиесі жөніндегі орынбасарлар біздің департаменттің уәкілдері болып есептеледі. Үкіметтің тапсырмасымен, агенттіктің жіберген жоспары бойынша, білім басқармасымен бекітілген, келісілген меморандум бойынша жұмыс жасап отырмыз. Неге осы жұмыстарда осы Сардарбек мырза өте белсенді. Сәуір, мамыр айларында біз жемқорлық бала көзіменен, адалдық сәби тілімен деген екі үлкен 10 күндік іс-шаралар акциясын өткізген болатынбыз. Бұның әрқайсысы 20 күнді, 10 күн емес, 20 күн, 30 күнді басып кетті. Сол кездерде де Мұнайлы ауданы өте белсенді болды, соның ішінде осы 6 мектеп өте белсенді. Қазіргі таңда біз Сардарбек мырзаны осы ақпараттық ағарту штабының бір жағынан мектептегі уәкілі болатын болса, енді осы облыстық штабтың құрамына мүшелікке алып отырмыз соңғы осы 10 шақты күннің ішінде. Себебі қазір 20-сы менен үстіміздегі айдың 31-ның арасында, яғни бүгінге дейін Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына орай оқушылар мен студенттер арасындағы барында, бақытында осы өлеңім деп аталған өлең оқу, мәнерлеп оқудан байқау ұйымдастырып жатқанбыз. Осы шара бойынша да Мұнайлы ауданы, соның ішінде 6 мектеп өте белсенді болып отыр. Біздің зерттеуіміз бойынша, пайымдауымыз бойынша 6 мектепте адал ұрпақ клубының құрамында 150-дің үстінде 180-ге жақын оқушы бар екен. Біз алдағы айға қараша айына жоспарлап отырмыз. Жалпы аудан мектептерінде осы адал ұрпақ клубтарының, оқу орындарындағы саналы ұрпақ клубтарының жұмыстарына мониторинг жариялаймыз, өткіземіз, саралаймыз, бағасын береміз. Міне осы бағытта әзірге адал ұрпақ клубында мүшесі көп осы 6 мектеп болып отыр. Менің айтпағым, кез келген істің басында осы Сардарбек сияқты азаматтар, іскер жігіттер, тыңғылықты, зерделі, білікті азаматтар жүретін болса, іс оңға басар еді. Сондықтан мен Сардарбек мырзаның жұмысына оң баға беремін, және әрі қарай да біз жұмысымызды жалғастыра беретін боламыз. Сардарбек жаңашыл, ойын нақты жеткізе алатын ізденгіш маман. Мен оны осы биылғы жаздағы атқарған шараларынан нақты байқадым. Бір емес бірнеше рет кездесулерде болдық. Мектебінде жаңа бағытта жұмыс жүргізгісі келетін, ізденетін азамат ретінде оны жоғары басшыларға қызметіне лайықты
осындай адам бар деп айтқан болатынмын. Білім жетілдіру курстарынан өткен, бірнеше салада өзінің жеке көзқарасы бар. Және мектеп директоры басшылық қызметінің резервіне алынған ұстаз екендігін айтып өткім келеді. Сардарбек өзі жақсылыққа жаны құмар, бар білген балаға үйретсем, адамдарға айтсам деп тұратын керемет мұғалім. Бір жылдары Сардарбек Маңғыстау облыстық мұғалім қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында тәрбие жұмысынан өз біліктілігін арттырған болатын. Сол кезеңде Сардарбектің бойынан менің анықтағаным, біздің оқытып жатқан манағы дарындылықтың 12 аспектісі бар дедік. Ал сол 12 аспектінің осындай аспектілерін мен Сардарбектің бойынан таныдым. Креативтілік дейді ең бірінші тұрады, абстрактілік ойлайтын адам, арманшыл адам, өзіне сыншыл, үйлесімді деген аспектілерді мен осы Сардарбектің бойынан байқадым. Енді бұндай мұғалім ер адамдардың ішінде кемде кем, яғни ол өзінің білгенін манағы өзінің мектебіне барып, мектебін көркейтіп, келесі жақсы деген мектептерді көріп, мен Фейсбуктан да көріп отырмын. Керемет мұғалімдердің, керемет директорлардың мектептеріне барып осы көрген жақсы нәрсесін өзінің мектебіне әкеліп оны көрсеткісі келіп тұратын адам. Осындай қылықтары маған өте қатты ұнады. Яғни бұндай қылықтарымен ол баланың жүрегіне жол табатын адам. Ата-анамен жақсы жұмыс жасайды, өзінің қасындағы қатарындағы ұстаздармен жақсы бірлікте жұмыс жасай алады. Яғни бұндай адамды әкім қылып қою керек. Бұл отбасында жақсы бала, отбасында жақсы әке, ағайын туыстарға өте жақсы басшы аға болатын керемет жан. Сондықтан мен Сардарбекке тек қана сәттілік, жақсылық тілеймін.